Осы аптада қалалық мәслихаттың хатшысы Хайрым Қабардың төрағалығымен қалалық мәслихаттың кезектен тыс 7-ші сессиясы өтті. Онда депутаттар қала, кенттер мен ауылдардың бюджетін нақтылау мәселелерін қарады. Сессия жұмысына қала әкімі Еркебұлан Баяхметов қатысты. Экономика және қаржы бөлімінің бастығы Шолпан Төлегенова бюджеттік бағдарламалар әкімшілер арасында қаражатты қайта бөлуге байланысты кірістер мен шығыстар бойынша бюджетті түзету туралы ақпарат берді. Бұдан әрі Шолпан Төлегенова функционалдық топтар бойынша шығындар туралы және қалалық бюджеттік бағдарламаларға бөлінген қосымша қаражат туралы толық ақпарат берді. Есепті тыңдаған депутаттар қаланың қаржы жүйесіндегі жоғарыда аталған өзгерістерді бірауыздан мақұлдады. Одан әрі отырыста біздің өңірде бейбіт митингілер мен шерулер өткізу тәртібіне өзгерістер енгізу мәселелері қаралды. Сонымен қатар қала әкімдігі мен әкімдік жанындағы кейбір комиссиялардың құрамына өзгерістер енгізілді. Сессия соңында қала басшысы халық қалаулыларына бірлескен жемісті жұмысы үшін алғысын білдірді.